Бұқараның билікке айтар басынасы көп. Тұрып жатқан аймағымызда жол жоқ, қоғамдық көлік жүрмейді. Тұрғын үйіміз талапқа сай соғылмаған. Облыс әкімі жанынан құрылған қоғамдық қабылдау кеңесінің мүшелеріне осылай деп арызын айта келген қала тұрғындары осындай олқылықтың орнын толтыруды сұрайды. Тілші жалғастырсын. Бүгінгі қабылдауға келген қала тұрғындарының күрмеулі мәселелері жетерлік. Жарық, су, жол, тұрғын үйдің ластанып жөндеу көрмеуі. Барысқанда әлі күнге дейін ғаламтор желісі жөнді ұстамайды, сектор тартпайды дейді тұрғын Шолпан Мамырбекова. Бұл кісі бұл мәселені бұған дейін де айтып талай жерде көтеріп жүрген. Алайда айтқанымызға құлақ түрген жан жоқ дейді ол. Өткенде сентябрь айында әйтеуір бір бәле 29 кіргізген главный бір көшесіне. Сонымен бір жыл жүрді да, міне бір ай болды қайт тоқтап қалды. Не үшін десек, жолдағы нашар біздің автобусымыз бұзылып жатыр. Жек қана 29 бір көшесіне кіргізген. Главный көшеде. Соның өзіне біз машинамыз бұзылып жатыр деп директорына звондасақ, бізге хотя бы асфальт болмаса да сол жолды тегістеп беріңдерші дейді. Содан любой күн кіреді. Одан кейін жол мәселесі, су күнде жарылып жатыр сулар. Ол өзі жамбыл су неге жарылады? Жаңа былтыр кіргізген, қазір барып көрсеңіздер, әр көшеде көлкіп су прям фонтан болып ағып жатыр. Күзде трубалар жарылып жатыр уже. Ешкім кімні подрядчик кім істеген білмейді уже. Жамбыл су біз қабылдаған жоқпыз әлі дейді. Тұрғындардың талап тілегі бұнымен бітпек емес. Қаламыздағы Доснар сауда орталығының жанындағы жатақхананың да жағдайы мәз емес дейді. Сол жерде 22 жыл бойы тұрып келе жатқан Айжан Жүнісбекова. Тұрғын жайымызда ауыз су шылжырап, тіпті жоғары қабаттарға бармайды дейді. Сол суды анада бір не болды, аварийный бір не болған, содан су өшіп қалған, содан жөндеген. Енді менің подвалды жөндеді. Енді маған этажыма маған су келмейді. Жай бүйтіп тұрады. Анада контролерлер келді. Ана жөндегендерге де көрсеттім. Білмейміз дейді. Астындағылардың бәрінен сұрасам айтады, әпке, напор жоқ қой дейді. Соны біздің өзімізге бірінші этаж, екінші этаж жай сорғалап тұр. Ал маған төртке вообще көтерілмейді. Мен бір шайнекті бір сағат тұрам. Посуда жуайын десем де бір ыдысты қойып, соған сорғалап толған шығады. Соны маған қарап берсе. Кездесуге келген барлық тұрғындардың өтініштері тіркеуге алынып, орындалысы қатаң бақыланатын болады деді кеңес мүшелері. Қабылдап алатын специальный газ бар емес па? Специальный қабылдап алады соны. Сонда солар қол қояды, қабылдап алдық, разрешение беріледі, енді мына осыдан толық болса көреміз. Біз хабарлаймыз ғой барынша. Лаура Әбдіқадырқызы, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.